Қазақстан мен Қытайдың кедендік статистикалық алшақтығы 50%-ға жеткен. Бұл туралы мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов мәлімдеді. Оның айтуынша 2017 жылы аспан асты елінен жеткізілген тауар 11,6 миллиард долларға бағаланса. Қазақстанда бұл небәрі 4,7 миллиард доллар ретінде көрсетілген. Сәйкесінше, қос мемлекет арасындағы сауда-саттық алшақтығы 6 миллиард 900 миллион долларды құраған. 2018 жылға айырмашылығы 5 миллиард 900 миллиард доллар болса, былтырғы көрсеткіш 6,1 миллиард долларға теңескен. Енді мұндай олқылықты жою үшін Қаржы министрлігі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер мен Қытай арасында тауар айналымы жайлы ақпарат алмасуға уағдаласты. 2018 жылдың қорытындысы бойынша айна статистика негізінде талдаудың негізінде біз 200 миллиард теңгенің бюджетке түспегенін анықтадық. Сондықтан былтырғы жылы біз кедендік әкімшілендіру жұмыстарын күшейттік. 2019 жылдың нәтижесінде біз былтыр жоспарға қосымша бюджетке 236 миллиард теңгені өндірдік қосымша кеден салықтар мен баждардың есебінен.